сәлеметсіздер ме? Құлажанов атындағы қазақ технология және бизнес университеті, технологиялық факультет, жеңіл өнеркәсіп технологиясы және дизайн кафедрасы. Курстың атауы дизайн ойлау. Техника ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор Байжанова Жазира Болатбековна. Екінші дәріс ғылымдардың жіктелуі. Ғылымдардың жіктелуі олардың өзара байланысын белгілі бір қағидаттар негізінде ашу және осы қатынастарды логикалық құрылым немесе топтама түрінде көрсету. Ғылымдардың жіктелуі жаратылыстану, техникалық, әлеуметтік ғылымдар мен философияның байланысын ашады. Қазіргі уақытта танымның саласы, пәні және әдісіне байланысты ғылымдар бөлінеді. Табиғат туралы табиғи, қоғам туралы гуманитарлық және әлеуметтік, ойлау және таным туралы логика, гносеология, эпистемология және тағы да басқалары. Жоғары кәсіби білімнің бағыттары мен мамандықтарының жіктелуінде білім беру бағыттары бойынша магистрлік бағдарламалардың тізімі көрсетілген. Бірінші, жаратылыстану мен математика. Оған кіреді физика, химия, география, механика, биология, геология, экология және тағы да басқалары. Екінші, гуманитарлық және әлеуметтік экономикалық ғылымдар. Филология, философия, тарих, саясаттану, мәдениеттану, журналистика, психология, әлеуметтану, экономика, өнер, дене тәрбиесі мен өнер және тағы да басқалары кіреді. Үшінші, техникалық ғылымдар. Құрылыс, сәулет, электроника, геодезия, телекоммуникация, металлургия, тау-кен, радиотехника және басқалары. Төртінші, ауыл шаруашылық ғылымдары. Ауыл шаруашылығы техникасы, орман шаруашылығы, агрономия, мал шаруашылығы, ветеринария, балық аулау және тағы да басқалары кіреді. Таным әдісі бойынша ғылым бөлінеді бізде. Материалдық практика нәтижесінде немесе шындық пен тікелей байланысы арқылы алған білімдерін тереңірек зерттейтін эмпирикалық ғылымдар туралы. Эмпирикалық ғылымдардың негізгі әдістері бақылау, өлшеу және эксперимент. Эмпирикалық деңгейдегі ғылым фактілерді жинау, оларды бастапқы жалпылау және жіктеумен айналысады. Эмпирикалық білім қоршаған әлемнің тұрақты байланыстары мен заңдылықтарын орнатады. Эмпирикалық мәліметтерді синтездеу нәтижесінде теориялық білім туралы анықтаймыз. Теориялық деңгейде ғылым заңдылықтары тұжырымдамалады. Бұл эмпирикалық жағдайларды түсіндіруге және болжауға мүмкіндік береді. Яғни құбылыстардың мәнін танып білу. Әрдайым теориялық білім эмпирикалық шындыққа негізделеді. Тәжірибеге қатысты ғылымдар іргелі және қолданбалы болып екіге бөлінеді. Іргелі ғылымдардың мақсаты табиғаттың, қоғамның және ойдың негізгі заңдылықтарын білу және қолданбалы фундаменттерді ғылым салаларын қызметінің нәтижесінде іс жүзінде жүзеге асыру. Адамзат қоғамының дамуында ғылым үлкен рөл атқарады. Ол материалдық және рухани жағынан да адам қызметінің барлық салаларын қамтиды. Ғылым ұғымы жаңа білім алу әрекетінде осы қызметті нәтижесінде қамтиды. Яғни әлемнің бүкіл ғылыми бейнесін құрайтын бүкіл кезеңге дейін алынған ғылыми білімнің мөлшері. Ғылымның тікелей мақсаттары. Ол ашатын заңдар негізінде оның зерттеу нысанын құрайтын шындықтың процестері мен құбылыстарын сипаттау, түсіндіру және болжау. Методологияның ғылым ретінде қалыптасуы. Іргетас. Бір нәрсе үшін жеткілікті шарт болу, таным, ой, белсенділік.
Әдістемені іс-әрекетті ұйымдастырудың доктринасы ретінде қарастыра отырып, қазіргі методологияның келесі үш негізінің, оның ішінде ғылымның әдіснамасын да бөліп көрсетуге болады. Бірінші, қызметтің философиялық және психологиялық теориясы. Екінші, жүйелік талдау, жүйелік инженерия. Зерттеу әдістері немесе күрделі жүйелерді жобалау, проблемаларды жоғарыға бағытталған өзгерістерді іздеу, жоспарлау және енгізу туралы доктрина. Үшінші, ғылым туралы теориясы. Біріншіден, ғылымның гносеологиясы және семиотика сияқты бөлімдері методологияға қатысты. Төртінші, іс-әрекет этикасы. Бесінші, іс-әрекет эстетикасы. Әдістеме іс-әрекетті ұйымдастырудың ілімі ретінде әрине ғылыми білімге негізделген. Зерттеуші ғылыми қызметке қосыла отырып, ғылымның не екенін, оның қалай ұйымдастырылғанын нақты және саналы түрде елестетіп, ғылымның даму заңдылықтарын, ғылыми білімнің құрылымын білуі керек. Сондай-ақ ол алуға ниет білдіретін жаңа білімнің ғылыми сипаттамасының ерекшеліктерін, қолданылатын және өзінің ғылыми зерттеулерінің нәтижелерінің бірігетін ғылыми білім формаларын және тағы да басқа да нақты көрсетуі қажет. Яғни оның ғылыми зерттеу қызметінде сенім артуға тура келетін нәрсенің бәрі мағыналы және ұйымдастырылған. Сөздің кең мағынасында ғылымның өзін зерттейтін ғылым саласы ғылым туралы деп аталады. Оған бірқатар пәндер кіреді: эпистемология, ғылым логикасы, семиотика, ғылым әлеуметтануы, ғылыми шығармашылық психологиясы және де тағы да басқалары. Гносеология үлкен маңызға ие. Өйткені атап айтқанда ғылымның әдістемесі әдетте гносеологияның құрамдас бөлігі ретінде қалыптастырылады. Гносеология бұл ғылымның білім теориясы. Эпистемологияның синонимі. Философияның құрамдас бөліктерінің бірі. Жалпы эпистемологияның танымдық заңдылықтары мен мүмкіндіктерін зерттейді. Таным процестерінің қадамдарын, формаларын, әдістері мен құралдарын, ғылыми таным ақиқаттарының шарттарын мен өлшемдерін зерттейді. Зерттеу іс-әрекетін ұйымдастырудың доктринасы ретінде ғылымның методологиясы бұл ғылым қызмет процесін зерттейтін бір бөлік. Ғылыми білім әлеуметтік тарихи процесс ретінде қарастырылған және эпистемологиялық зерттеулердің объектісі болып табылады. Ғылыми білім жеке тұлғалардың танымдық іс-әрекетінен тыс өмір сүрмейді, алайда соңғылары бір нәрсені біле алады. Өйткені олар біртұтас ғалымдардың бір ұрпағынан екінші ұрпаққа берілетін ұжымдық дамыған объективті білім алу жүйесі. Ғылым әлеуметтік институт ретінде бұл халық шаруашылығының едәуір үлкен саласы. Сонымен бұрынғы КСРО-да ғылым мен ғылыми қызмет саласында 2,5 миллионға жуық адам жұмыс істеді. Ел ғалымдар саны бойынша әлемде бірінші орынға шықты. Бүгінгі таңда ғылыми мекемелердің мемлекеттік жүйеде жүздеген институттар мен орталықтар кіреді. 1,5 миллионнан астам салалық ғылыми зерттеу институттарында жұмыс істейді, ал кейбір қорғаныс ғылыми зерттеу институттарында бірнеше ондаған мың адамға дейін жұмыс істейді. Ғылыми зерттеу институттары мен орталықтарындағы негізгі құрамдас бөлімдер, зертханалар, секторлар, топтар. Ғылыми мекемелер қатарына көптеген технологиялық және жобалау институттары, жобалау бюролары, ғылыми кітапханалар, мұражайлар мен қорықтар, хайуанаттар бақтары және де ботаникалық бақтар кіреді. Соңғы кездері ғылыми технологиялық парктер кеңінен таралды. Ірі
университеттерде, институттарда немесе өнеркәсіптік кәсіпорындарда зерттеулер жүргізетін және жаңа технологияларды сату арқылы өз нәтижесін өндіріске енгізетін шағын, өзін өзі басқаратын ғылыми қолданбалы фирмалар қауымдастығы. Кез келген елдегі ғылыми әлеуметтік маңызы бар әрқашан жоғары оқу орындарында шоғырланған. Тиісті инфрақұрылымсыз ешқандай ғылыми жұмыс мүмкін емес. Бұл ғылыми қызмет көрсететін ұйымдарды айтуға болады, яғни де ғылыми институттар, ғылыми журналдар, ғылыми инструменттер және де тағы да басқалары. Ғылым нәтижесі бұл мағынада ғылым табиғат, адам және қоғам туралы сенімді білім жүйесі ретінде анықталған. Бұл жағдайда осы анықтамада екі маңызды белгіні ерекше атап өткен жөн. Бірінші, ғылым білім жүйесі ретінде осы мағынада ғылыми адамзатқа табиғат, адам және қоғам туралы білетін және толықтай пен дәлдіктік талаптарына жауап беретін барлық мәселелер бойынша өзара байланысты білім жүйесі ретінде қарау керек. Екінші, біз тек сенімді білім туралы айтамыз, әр адамның күнделікті білімі мен идеяларының айырмашылығы осы болып табылады. Ғылым дамуының жалпы заңдылықтары. Ғылымның дамуының 6 негізгі заңдары бар. Әлеуметтік тарихи практика қажеттіліктері бойынша ғылым дамуының шарттылығы. Бірінші, бұл ғылымның негізгі қорғаушы күші мен қайнар көзі. Сонымен бірге бұл тәжірибенің қажеттіліктерін ғана емес, мысалы өндірістік, оқу тәрбиелік, сонымен қатар әлеуметтік тарихи практикадан туындайтынын атап өтеміз. Екінші, ғылым дамуының салыстырмалы тәуелсіздігі. Ғылым қандай нақты міндеттер қойса да, бұл мәселелерді шешу ғылым белгілі бір тиісті деңгейге шындықты тану процесінің белгілі бір кезеңдеріне жеткеннен кейін ғана жүзеге асырылады. Үшінші, ғылыми теорияларды, идеялар мен тұжырымдамаларды, ғылыми танымның әдістері мен құралдарын дамытуға сабақтастық. Яғни бұл ғылымды дамытудың әрбір жоғары қадамы алдыңғы қадам негізінде жасалған барлық құндылықтарды сақтай отырып туындайды. Төртінші, салыстырмалы түрде эволюциялық даму және ғылымның теориялық негіздерін, оның тұжырымдамалары мен идеялар жүйесін тез бұзу кезеңдерінің ғылымның ауысуы. Ғылымның эволюциясының дамуы дегеніміз қалыптасқан теориялық көзқарастар шеңберіндегі жаңа фактілерді, эксперименттік деректерді кезең-кезеңмен жинақтау процесі. Сонымен қатар ғылымның революциялардан бұрын қалыптасқан көзқарастарының түбегейлі ыдырауы мен қайта құрылуы, жаңа деректердің жиналуы нәтижесінде іргелі қағидаттарды, заңдар мен қағидаларды қайта қарау болып табылады. Бесінші, барлық ғылым салаларының өзара әрекеттесуі мен өзара байланысуы. Осының нәтижесінде ғылымның бір саласының пәні басқа ғылымның әдістерімен зерттелуі керек. Алтыншы, сын еркіндігі. Ғылымды кедергісіз талқылау, түрлі пікірлерді ашық және еркін білдіру. Табиғаттағы, қоғамдағы және адамдағы құбылыстар мен процестердің диалектілерін сипаттап және тікелей ғылымға ашылмайтындықтан зерттеліп жатқан процестердің тек қана қарама-қарсы жақтары, қайшылықты пікірлер мен көзқарастарда көрінеді. Нәтиженің ғылыми келесі қасиеттерін атап өту керек. Бұл бізде ғылыми білім туралы кумулятивті сипаты. Екінші, ғылымдарды саралау мен біріктіру. Сонымен бірге бізде қорытынды. Ғылымдардың жіктелуі білім салаларының өзара байланысы мен құрылымының түсінуге мүмкіндік беретін маңызды әдістемелік құрал. Ол ғылымдардың табиғи, гуманитарлық, техникалық және басқа да топтарға бөліп, олардың пәндік ерекшеліктерін, зерттеу әдістерін және таным деңгейлерін анықтайды. Эмпирикалық және теориялық білімнің бірлігі, қолданбалы және іргелі ғылымдардың өзара толықтырылуы ғылым жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етеді.
сонымен қатар ғылым әлеуметтік институт ретінде қоғамның материалдық және рухани дамуының негізгі қозғаушы күштерінің бірі болып табылады. Ғылымның дамуының заңдылықтары сабақтастық, эволюция және революциялық кезеңдердің алмасуы, ғылымдар арасындағы интеграция және сын еркіндігі оның үздіксіз жетілуіне жағдай жасайды. Осылайша ғылым тек білім жүйесі ғана емес, адамзат прогресінің негізін құрайтын динамикалық, кешенді және шығармашылық қызмет саласы. Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар. Осы бойынша сұрақтарға жауаптарды күтеміз. Сабақ осымен аяқталды. Сау болыңыздар.